Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай керемет шаш өріммен бөлісемін, көрсетемін. Егер сіздерге ұнаса, мен арнамнан алыстамай қараңыздар. Шашымыздың бір бөлігін алып, қаласаңыз, беткі жағын өріп алсаңыз болады. Егер шашыңыздың бас жағынан бастап өргіңіз келмесе, онда жай бұрым қылып өріп бастап кетуге болады. Мен осылай басын әдемі қылдырып, бір шетін өріп шықтым. Кәдімгі 3 өрім алып отырып өреміз, бірақ бір шетінен ғана шаш қосып алып өреміз. Қарап отырғандарыңыздай, ар жақтан қоспаймыз. Тек бір жақтан осындай 3 өрім алып өріп шығамыз. Енді шашымыздың бір бөлігін алып қоямыз да, ар жаққа бөлек. Жаңағы ең маңызды шашымызды 3-ке бөліп, кәдімгідей бұрым өреміз. Бұрым өреміз, өріп шығамыз соңына дейін, және резинкамен қыстырамыз үшін. Шашымызды өріп болғаннан кейін осылай көлем шығарамыз шет жақтарын. Шашымыздың бұрымы одан сайын көлемді болып көрініп тұру үшін. Енді біз жаңағы алып қойған шашымызды 2-ге бөліп, оның әр қайсысын бұрап, 2 жаққа мен көрсетіп жатқандай бұрап өреміз. Яғни бүйтіп айқастырған кезінде ол өрім болып шығады. Видеодағыдай жасасаңыздар, сіздер де осындай ұшын резинкамен бекітсеңіздер, ол кәдімгідей өрім болып тұрады. Енді осы бөлікті бұрымымыздың ортасына қойып, заколкамен, приколкамен қыстырамыз. Дәл ортасында тұру керек. Сонда бізде осындай ерекше бір керемет бұрым пайда болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Көздің жауын алады бірден қараған кезінде бұрымыңызға. Бізде осындай әдемі, керемет, күшті, өзіме ұнайтын бұрым шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар, қыздар.